Қыз жыласа, алақанымен аузын жабады, жігіт жыласа, көзін жабады. Мұның артында ғалымдар зерттеген миллион жылдық инстинкт тұр. Адам денесі ешқашан өтірік айтпайды, әсіресе ең ауыр сәттерде. Жігіттің жылағанда көзін жабуы оның сол сәттегі өз әлсіздігін әлемнен жасырып, ішкі жігерін жинақтау әрекеті. Өзінің дүниеге тым ашкөздікпен нәпсімен қарайтын жанарын кінәлауы. Ал қыздың аузын жабуы тілінен келетін кесірден қорқуы, жан дүниесіндегі ауырлықты ішіне сақтап, жақындарына сөзбен зиян тигізбеудің бейсаналы инстинкті. Ежелгі жазбаларда, қазіргі ғалымдарда бұл шындықты растайды. Еркек көзін харамнан тыйса, ал әйел сөзіне ие болса, отбасындағы конфликттердің 99% жойылады. Бұл қаншалықты әлсіздік көрінгенімен соншалықты мықтылық, өйткені еркектің бүкіл қайраты көзінде, ал әйелдікі сөзінде болады. Тек дұрыс қолдана білу керек.